Сәлем достар. Бүгінгі тақырыбымыз абьюзердің 7 белгісі. Бұл махаббат емес, бақылау. Сіз біреумен сөйлескеннен кейін өзіңізді кінәлі, әлсіз, не сенімсіз сезінесіз бе? Сіздің ойыңызды, киіміңізді, достарыңызды бақылайтын, сын айтатын, қорқытатын адам бар ма? Бұл махаббат емес, бұл абьюз. Бүгін біз абьюзердің 7 белгісін талдаймыз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғау үшін көре отырыңыз. Ең алдымен абьюзер деген кім? Абьюзер бұл тек ұратын адам емес. Көп жағдайда ол жылы сөйлейді, махаббатын көрсетеді, бірақ біртіндеп сізді басқаруға, бақылауға және өз еркіне бағындыруға тырысады. Абьюз бұл тек физикалық емес, эмоционалдық және психологиялық зорлық та болуы мүмкін. Абьюзердің 7 белгісі. Бірінші, сізді үнемі кінәлі сезіндіреді. Бәрі сенің кесірінен болды. Мен сен үшін бәрін істедім, ал сен ше? Ол өз әрекеттеріне жауапкершілік алмайды. Оның проблемасы сіздің кінәңіз болып шығады. Сіз уақыт өте келе тіпті өз қателігіңіз болмаса да кешірім сұрай бастайсыз. 2. Эмоционалдық шантаж. Абьюзердің ең мықты қаруы сезімдермен ойнау. Сен кетсең, мен өзіме қол жұмсаймын. Мен сенімен болмаса ешкіммен болмаймын деген сөздер. Бұл махаббат емес, бұл бақылау. 3. Бақылау және шектеу. Қайда барасың, кіммен сөйлесің, не үшін бардың деген сөздер. Ол сіздің еркіндігіңізге қол сұғады. Қарапайым қарым-қатынас тергеуге айналады. Уақыт өте келе сіз өзіңізді торда жүргендей сезінесіз. 4. Сізді қорқытады. Ашуланғанда айқайлайды, қолын көтермесе де заттарды лақтырады, қатты қарап, үрей тудырады. Бұл тікелей емес, бірақ анық қорқыту. 5. Сізді төмендетеді. Сен кімсің өзі? Сен онсыз да түкке тұрмайсың. Мен болмасам сен кім болар едің деген сөздер. Абьюзер өзін жоғары, ал сізді төмен етіп көрсетуге тырысады. Уақыт өте сіз өз құндылығыңызды жоғалта бастайсыз. 6. Басқа адамдардан алыстатады. Сенің достарың маған ұнамайды. Анаң сені түсінбейді. Саған мен ғана керекпін деген сөздер. Ол сізді жеке әлемге қамап, өзінен тәуелді еткісі келеді. Және де 7. Өзгеремін дейді, бірақ өзгермейді. Кешір мені, енді қайталамаймын. Мен сені жақсы көремін деген сөздер. Бірақ бірнеше күннен кейін бәрі қайта басталады. Бұл шынайы өзгеріс емес, бұл циклдік абьюз. Абьюзермен қарым-қатынаста болу жай ғана қиындық емес, бұл психологиялық жарақат. Бұл жүйкенің үзілуі. Есте сақтаңыз, сіз кінәлі емессіз. Сіз тыныш, сенімді өмірге лайықсыз. Қиын болса да көмек сұрауға қорықпаңыз. Достарыңызға, жақындарыңызға айтыңыз. Қажет болса, психологқа барыңыз. Өзіңізді қорғаңыз, өзіңізді жоғалтпаңыз. Егер бұл видео сізге әсер етсе, мен өзімді таңдаймын деп пікірге жаза отырыңыз. Осындай ақпарат біреудің өмірін құтқаруы мүмкін. Сондықтан бөлісе отырыңыз. Лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше.